зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас. Ничего в мире нет такого. Por pobre y feo me verán antojado. Так, саламатсыздар ма, құрметті партнерлар. Мен осы бизнесті міне дәл осылай жасадым. Халық жиналам дегенше көріп отырайық. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malebo de tu amor. Міне мен дәл осылай осы Байқоңырда инкрузисті бастадым. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Шахинам, саламатсыз ба? Tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártela cuando quieras, mamita. Así como lo oyes. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malebo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Так, құрметті партнерлар, кеш жарық, қайырлы түн десем де болады. Мені қалай естіп тұрсыздар? Плюс қойып жіберсеңіздер, обратный связь күтемін. Құрметті партнерлар, зависать етіп, немесе даусым естілмей тұрса, маған жазып жіберіңіздер. Так, барлығы естіліп тұр ғой, естіліп тұрса, тағы бір плюс қойып жіберсеңіз,
Рахмет Шафия ханым, рахмет Айгүл ханым. Жаңағы видеороликті көрдіңіздер, барлықтарыңызға сетевой бизнесте жұмыс жасап, ең бірінші бастаған кездегі барлықтарыңыздан басынан өткен жағдай деп ойлаймын. Өткені мен дәл осы инкрузисті, осы бизнесті Байқоңырға алып келгенде дәл осылай жасап, өзім жүріп, қасыма еретін адамдар еріп, міне қазіргі таңда командамда 300-ге жуық адам бар. Өзімді таныстырып өтейін, менің есімім Ляззат, мен Байқоңыр қаласының тұрғынымын. Осы инкрузис жобасы туралы қазір айтқым келіп отыр. Мен бұл компанияға 15 май 2019 жылы тіркеліп, міне қазір жұмыс жасап жатырмын. Жаңа айтып өттім, командамда 300-ге жуық адам бар. Енді бүгінгі жиналған қазір қараймыз. Егер бізде қонақтар болса, компания туралы айтамыз. Егер қонақтар болмаса, тек қана партнерлар болса, мен де сіздерге шапалақ бергім келіп отыр бүгін. Шапалақты, мысалы, ата-ана баласына адам болсын, жақсы болсын, жаны ашып, өмір деген жолда адаспасын, жаңағы қателіктер жасамасын деп шапалақ береді. Сол сияқты мен сіздерге қазір, егер бізде қонақтар болмаса, шамалы шапалақ бергім келіп отыр. Қалай қарайсыздар? Так, бүгін 10:30. Мен бүгін почти бір суткадан аса ұйықтаған жоқпын. Өйткені осы кезде мықты лидерлардың сабақтарын өтіп жатырмын. Қазір өте жаңағы көптеген инсайттар келіп жатыр. Ұйқы жоқ, карантин деп жатқан жоқпыз. Қасиетті Рамазан айында мінекей үлкенде көптеген дүниелерді игеріп, оқып, өзімізге, бойымызға сіңіріп жатырмыз. Росқа, привет. Сондықтан сол нәрселерді өздеріңмен бөлісіп, өздеріңізден обратный связь алғым келіп тұр. Енді қараңыздар, мен өзім енді кіттай жасымыздан бастап 90-шы жылдары переворот болған жылдардан бастап біздің барлықтарымыздың почти балалық шағымыз бітті деп ойлаймын. Енді білмеймін, біз өзіміз 9 бала болдық семьяда, әке шешем болды, Құдайға шүкір. Бірақ сонда да сондай қиын қыстау кездерде біз бір ауылға көшіп келдік, Қармақшыда. Сол ауылда біз өмірі жаңағы не көрмегенбіз ғой, цивилизацияда өмір сүріп, ешқандай условиясы жоқ жерге көшіп келдік. Сол кезде 90-шы жылдар басталды, переворот басталды. Сол кезден бастап менің балалық шағым бітті десе болады. Сол кездерде еңбекке салып баулыды, бізде көп жұмсады, бүкіл тіршілікті істедік, жоқ деген жоқ па. Сонда да күресіп кіттай болса да ата-анамызға поддержка болып солай өмір сүрдік. Сол кезде мен ойлайтын тұғым, мен папамның тәрбиесінде болдым толық. Өйткені бізде 3 ұл, бірінші ұл ер жетіп армияға кетті, одан кейін жұмысқа тұрды, одан кейінгі ұлымыз кемпір шалдың қолында болды, үшінші ұлымыз кенже болды, ол кезде ол 2 жаста тұғын. Сондықтан да мен басбайлы, менің бүкіл тәрбием әкемнің тәрбиесі болды. Әкем туралы айтып өтейін, 40-шы жылдары дүниеге келген, соғыстың басталған жылдары. Анасы ерте қайтыс болып, 5 жасынан бастап менің әкем детдомда тәрбиеленген, өскен. Өмірдің өте көп тауқыметін көріп, ойлаймын, сол кезде бізді қинап, жаңағы еңбекке баулып, мен енді бой жетіп келе жатқан кезім, сол кезде ойлайтын тұғым, мені папам неге жек көреді, мені сонша неге жұмсайды. 10 еркектің арасында касем сотқа мініп, мені отынға да алып барған. Отынға алып барып, пішенге алып барып, сондай енді үйдің тірліктері ғой, енді одан ешкім өліп қалған жоқпыз. Бірақ сонда кейін уақыт өте келе мен әкемнің мені тәрбиелеп жатқанын түсіндім. Өмірде кейін жағдайлар болды ғой. Сол кезде ойлаймын да, мен сол кезде мені әкем прочный қылып өсірген. Шаршасам да, не қылсам да қайтпайтын қайсар қылып өсірген. Сол кезде әкеме мен бір жылағаным бар. Папа, мен сені жек көрем, сен мені қинап өсіріп атсың, жұрттың қыздары еркелеп, әдемі киініп,
жаңағы күнде киноға барады, индийский, сен мен даже киноға да жібермейсің деп. сол кезде әкем маған қарап отырып, ей жарығым ау, өмір деген өте қиын, қатал нәрсе. Мен қазір көзімнің тірісінде сенің любой ситуациядан аман есен шығатынға көзім жетуім керекпін. Өйткені сенен кейін мына 3 бала сенің мойныңда. Егер мен сені қазір басыңнан сипасам, мен ертең өліп кетсем, сен далада қалып қоясың деген сөзі бар. Мен ол кезде 12 жастамын, ол кезде мен оның сөзін түсінген жоқпын әкемнің. Кейін әйтеуір өстік, 18-19-ға келдік, өмірдің қиындығын көре бастадық. Сол кезде сол әкемнің сөздері менің есіме түседі. Мені әкем бір өзімді бақшаға жіберетін тұғын, бақшаны суаруға. Сол кезде Раушанбектің қызы келатыр, бүгін бізге су жоқ деп айтатын тұғын үлкен кісілер. Өйткені сол жұрттармен таласып, тармасып, сол күні кешке дейін огородымды суарып, мен сөйтіп қайтатын тұғынмын. Міне осындай школадан өттім де, менің әкемнің тәрбиесі өте мықты болды. Бастаған нәрсеңді аяқсыз қалдырма, бүгінгі істейтін жұмысыңды ертеңге қалдырма, сосын өзіңе үш характер воспитать етті деп кішкентай кезімнен маған айтты. Ол искренность, пунктуальность және мысалы біреуге уәде бердіңіз ғой, сол уәдеңде тұр деп маған осы 3 нәрсені әкем бойыма сіңдірді. Енді қалай айтсам екен, бұл инкрузес өте киелі бизнес деп айта аламыз 100%. Неге? Бұл жерге сіз егер рухани ішкі дүнияңыз, сіз рухани өссеңіз қана сіз үлкен жетістікке жете аласыз. Мен соған көзім жетті. Бұл жерде қулық жасауға болмайды, бұл жерде халықты алдауға болмайды. Бұл жерде сен пока компанияны 100% жүрегіңе қабылдағаннан кейін барып, сен бұл нені жасай аласың. Мен мысалы тез результат жасадым, быстрый старт жасадым, тез результат жасадым. Командамда да келген лидерларға дәл соны көрсеттім. Енді мен қазір айта өтем, бұл бизнеске мен не себепті келдім? Бұл бизнеске маған 300 000 теңге ақша керек болды. Представляете, 300 000 теңге. 2018-де маған Перизат жазады. Менің құдашам ғой Перизат. Ләззат, қалайсың, амансың ба? Дейді, лайнердің суретін жібереді. Осындай керемет Қазақстанға бизнес келіп жатыр. Осыны екеуміз бірге бастайық, тыңдайсың ба дейді. Мен Перизатпен сол кезде біздің онша отношениямыз онша болған жоқ. Енді былай привет пока ғой. Бір жақсы қатыспаймыз. Сосын ойландым да, ойбай, Перизат маған неге шығып тұр екен дедім да, күлдім. Мен күлдім, действительно. Күлдім да, адамдар соншама қалай аферист болып кеткен деген сөзді айттым. Көрдіңіздер ма, менің қараңғылығымды аферист болып кеткен, как это, лайнер мен сетевой бизнесті біріктіріп дедім. Тем более мен айдалада, пустыняда тұратын, степте тұратын маған лайнерді жіберіп жатыр. Мен қайда, лайнер қайда деп, мен бұны жауапсыз қалдырдым. Сөйтіп күндердің күнінде, привет Гүлжанат, күндердің күнінде Перизат біз келдік деп звондайды. Мен как раз командировкаға кетіп қалғанмын. Мен өзім 20 жылдық торговый сферада, Құдайға шүкір, опытым бар, өте профессиональный. Мен өзім немін, жаңағы өзімнің жұмысымды жақсы көрем, өзімнің жұмысымды 100% білемін, жақсы көріп жүрекпен жұмыс жасайтын адам. Өйткені мен бұл салада 20 жыл бойы жұмыс жасағанмын. Стабильно айлығым өте керемет болды сол не қылғанда, бірақ неғұрлым ақшаң көп болса, соғұрлым ақша жетпейді ғой бізге. Сөйтіп 2018-де сол Перизат хабарласқан кезде мен как раз жағдайым жақсы, керемет болып жүремді, кредит жоқ, 2 жұмыс жасайым. Сөйтемді қыздармен ақылдасып, давай бизнес ашайық деймін. Өйткені мен постоянно ізденісте жүрген адам тұғыммын. Осы мысалы бізге Байқонға қандай сетевой бизнес келеді, бүкіл сетевой бизнеске барып тыңдаймын да, бірақ тым андай жылы жүрегіме алмайды екенмін. Бірақ тыңдаймын. Инкрузты тыңдаған жоқпын.
Сөйтіп күндердің күні өтіп жатыр. Қыздар болып біз миллиондап кредит аламыз. Кредит аламыз да Самарадан, заводтан дистрибуция ашып, договорға отырып, сояқтан 7-8 брендті алып, осы Байқоңырға дистрибуция жасаймыз деп келісіп, келісім шартқа отырамыз. Как раз біз бизнесті бастағанда біздің Байқоңырда косвенный налог, привет. Косвенный налог шыққан кезде бізге шамалы өте қиын бола бастайды. Біздің бизнесіміз бірінші фура, 30 тонналық фурамен зат келеді, одан кейін тағы екінші фура келеді, керемет пайдаға айналдырып жатқан кезде косвенный налог төлейді, тапқан пайдамыздың жартысы налогқа кетеді. Одан склад, логистика, транспорт, грузчик, торговый дегендерге біз уже мысалы зат алып келесің Самарадан, соның үстіне 70% пайда қоясың да, сол 70%-дің 50% сіздің расходыңызға келеді да, 20%-ын ғана сіз қалтаңызға сала алады екенсіз. Көрдіңіз ба? Сонда қанша еңбек, сөйтіп енді құрсыншы соған мәз болып жұмыс жасап, айтып біз деген фирма аштық деп мәз болып жүрген кезде 2018-дің 7 февраль күні мен ауырамын. Аурамда көрінемін, менің анализдерім өте нашар болады, мені онкологияға жібереді. Менің өзімнің әкем онкологиядан қайтыс болған, Қызылордаға онкологияға барып, врачтардың алдында тұрған кезімде, врачтар менімен кәдімгі, мен уже отходный материал болады ғой, дәл сол сияқты менімен сөйлеседі ғой. Типа сен уже өмір сүрмейсің, бар, анау, мынау деп шендай ғып. Соның беттеріне қарап отырамда, кезінде әкемнің ауырғаны, сол онкологияда біз бірге әкеміздің қасында жатып, сол күндер есіме түседі, бәріне қараймда, үнсіз шығып кетем. Үнсіз шығып кетіп сыртына қараймда, айтам, Алла тағала енді мына жерге мені алып келе көрме. Мен өлейін, тірі болайын, мен мына жерге қайтып келмеймін деп өзіме уәде беріп кетем. Сөйтіп келемін да, мен енді жаңағы ойлаймын, онкологияға бармайым, химиотерапия, оның бәрі мен одан өткенмін әкем ауырған кезде, соның бәрі есіме түседі да, тасташы, не болса да ол болсын, бірақ мен ол больницаға бармайым деп үйге келіп, мен как бы қолымды түсіріп, басыма жазғаны көремін деймін да, 3 күн ба, 4 күн ба жатам енді бәрімен, өзім артымды жинастырам, жаңағыдай, енді жаман нәрсеге уже дайындала бастаймын. Сөйтіп күндер өтеді, 3 күн өтеді, 4 күн өтеді, жан деген өте тәтті нәрсе екен. Сонымен интернетке шығам, анда шығам, мында шығам, барлық жерге шығып, зерттеп, бұл приговор емес екенін, жаман аурулардың 4-ші стадиясымен адамдардың жазылып кетіп атқан туралы айтады. Мен дегенді конкретно диагноз болған жоқ, бірақ менде онкомаркерларым повышенный дұрыс болған жоқ. Өте қатты ауырдым, иммунитетім түсіп кетті, температура 3-4 ай уже 37,2 болды. Осындай қиыншылықтардан мен өтем. Енді біз енді әкемнің тәрбиесі, жаңағы күрес деген нәрселерден өткен адам, сонымен қой құрсын деймін да, мен іздене бастаймын. Керемет Аурора деген компанияны тауып алып, соның баттарын мен 1 жыл бойы ішіп, өзімнің бүкіл клеткамды восстановить етіп, қазір көріп отырсыздар, сол кезде мен 25 килограмм, 30 килограмм жүдеп ауырдым. Қазір қайттан қалпыма келдім, домаланып, қазір әжептәуір болып қалдым. Сондай қиын сәттерде мен айтып өтейін, фирма жайына қалды, ашқан фирмамыз, кредитке ақша алып ашқан фирмамыз жайына қалды. Пәленбай миллион теңгеге мен бат іштім. До такой степени Алтайский крайдан келетін олар маған уже қарызға бере бастады, ол дәріні, өткені мен оны үзбеуім керек болды. Менің Алматыда студент балам бар, мен оған айына 100 000 теңге жіберем, 100 000 теңге кредит төлейм, 100 000 теңгеге дәрі бар, машинам бар, үйдің расходы бар, құда жолым бар, тойым бар, еш нәрседен қалмай мен солай өмір сүріп жүрдім. Расход көп, ақша жоқ. Сөйтіп күндердің бір күнінде балам студент, Сулейман Демирел университетінде оқиды, 3 экзаменнен құлап, бір экзаменді қайттан тапсыру үшін 100 000 теңге ақша төлеу керек екен. Маған күндердің күнінде уақытта қап қалғанда, бір ай қалғанда маған звондап тұр, мама, менің сізге сюрпризім бар, өйткені біз проблема деген сөзді айтпаймыз семьямызда, біз келісіп қойғанбыз. Мама, менің осындай сюрпризім бар деді. Енді
ты же киндер-сюрприз ме, конечно, айт сюрпризіңді десем, 300 000 теңге менің неме керек деді жаңағы. Естіліп жатыр ма? Что-то бәрі тым-тырыс қалдыңыздар ғой. Естіліп жатса, плюс қойыңыздар. Сөйтіп, Гүлмира, Гүлжанат, Айгүл. Плюс қоясыздар ма, естіліп жатса? Әлде зависать етіп жатырмын ба? Кеттік. Содан менің балама 300 000 теңге ақша керек болады. Сол моментте, енді не істеймін, мен тағы кредит, уже кредиттен шаршап кеткенмін, 116 000 ба, 120 000 ба кредит төлеймін, уже кредиттен шаршап кеткенмін, қарыз, енді жан-жақ бәрі қарыз болды, киімді аласың, ананы аласың, әйтеуір бәрі бере береді, Құдайға шүкір, біздің Байқоңыр кеңшілік, тегіншілік сияқты бәрі қарыз. Сөйтіп жүргенімде маған перизат қайттан шығады ғой. Көрдіңіздер ма, Алла тағаланың беріп атқан әрбір сигналын біз қабылдай білуіміз керек екенбіз. Маған сол кезде перизат звондайды, мен тағы алмайым, келдім деймін бірдеңе, әйтеуір ортаға мамам түседі ғой енді. Сөйтіп мамам айтады, перизат сені қайта-қайта іздеп жатыр, керемет бизнесі бар екен. Сен неге тыңдамайсың перизатсы? Сендер жассыңдар, қолдарыңнан келет. Мен 70-ке келдім, 70-ке келмегенде мен бұл бизнесті жасар едім. Қандай керемет тыңда дейді маған. Сол кезде как раз ақшаны қаяқтан алам деп ойланып жүрген кезде, енді мен анамын ғой, мен баламның задачасын, баламның сюрпризін мен решать етуім керекпін. Сөйтемді ойланып жүргенімде енді ойланам енді. Сөйтіп тұрғанда Нұргүл Наметова деген Астанадан түнгі 12-де бір қыз звондайды ғой маған. Тез айтып сөйлейді. Енді өзі даусы да әдемі, өте грамотный, сөйтіп сөйлейді. Маған құлағыма только миллион деген сөз кіреді ғой. Точно миллион деймін, айтады, мен инкрузис компания. Я говорю, мне не надо путешествие. Мен ол кезде путешествие ойлайтын жағдайда жүрген жоқ. Мен сол кезде действительно менің өмірімде үлкен перестройка болып атқан заманда маған путешествие предлагать етіп тұр ғой, путешествие, саяхатта. Сөйтіп тыңдап отырамда Нұргүлге, как вы это докажете деймін. Нұргүл маған кабинетмен, видеозвонокпен кабинетін көрсетеді, кошелектерін көрсетеді. Мен өзім сетевой бизнестің специалисті емеспін. Өзімнің жақсы көретін жасы үлкен 50-де Салима деген подругам бар. Салимаға звондаймын да, түнгі 12:30-да Салимаға барам. Салима маған осындай бір компания айтып жатыр. Маған, пожалуйста, зерттеп бер, сен деген специалистсің ғой. Ол өткені 30-20 компанияны бірге алып жүретін кісі, инвестор хороший. Бухгалтер кісі, ол тыңдайды, компьютерді қосады, бәрін зерттейміз екеуміз, маған ұнайды. Енді маған ұнаса да, ұнамаса да, мен амал жоқ, маған ақша керек. Миллион деген сөзді естіп алдым, точно миллион алам ба дедім, точно миллион аласың деді. Маркетинг планды мен сіздерге айтайын, мен түсінген жоқпын. Содан қанша ақша керек дедім, вложение. Любой жерде вложение деген сөз болады, естеріңізде сақтаңыздар. Алла тағалаға бірдеңе алу үшін біз бірінші беруіміз керекпіз. Понимаете? Біз даже бізге адам ермейді дейді ғой, біз энергиямызды шығарып, біз деген маркетинг планды оқып, аузымызды ашып, бүкіл энергиямызды шығарғаннан кейін бізге халық кереді. Понимаете? Сөйтемді мен қанша деймін, 115 000 теңге деді ма, 116 000 теңге деді ма, сондай ақша деді. Әр айдың 13-інде мен кредит төлеймін. Апрельдің аяғында мен айлығымды аламда, карточкаде мен ақшам тұрады. Сол ерте кеш емес, ровно уақытылы төлеймін. Өйткені жаба бар бәріміз, сол мені душить етеді, ерте төлеме деп Каспий банкқа. Сөйтіп жүрген кезімде жаңағы мен тіркелем, 5 май күні тіркелем. Бірақ қыздарға айтам, қыздар маған келіп
қол ұштарыңды беріп көмектесіп көрсетесіңдер деймін. Мына жерде отыр менің сүйікті спонсорым Гүлмира ханым мен менің личный спонсор, маған сенім артқан, осы алып кетеді, осы жарат Байқоңырды деп маған сенім артқан менің құдашам Перизат екеуі Байқоңырға келеді. Келер алдында мен уже информация лақтыра бастаймын. Өзім толыққанды білмеймін, сосын мен ізденбеймін, мен негізі еш нәрсеге дайындай алмаймын. Осы қазір келе ма, сол вперед, сол жерде апыр-топыр танк сияқты жұмыс істеген жақсы көремін өзім. Сөйтемді Перизатпен кім сағат 4-те келеді, как раз мен жұмыстамын. Сіздерге тағы керемет нәрсені айтайын. Мен бұл бизнеске 5 май 2019-да тіркелдім. Түнгі 12-де ақша салдым. Сөйтсем 5 мен 6 түнге 5 мен 6 қараған күні түнше ол ораза басталады, сол айдың оразасы басталады. Мен сол күні түнгі 12-де Гүлмираны танымаймын, Гүлмираның карточкасына ақшаны аударып жіберемін. Сол кезде Перизат звондайды: Гүлмира черный списоктен шығарсын деп айтып жатыр сені дейді. Сөйтсем, ана Гүлмира маған инкрузисті айтам деген кезде мен оны черный списокке тығып тастағанмын. Сөйтіп мен сол күні 12-де, түнгі 12-де Гүлмираны черный списоктен шығарамын, бісміллә деп. Маған қыздар 8 май күні келеді Байқоңырға. Сосын мен өзім, мысалы, бұл енді путешествие дегеннен кейін мен ақшасы бар адамдарға айта бастаймын. Сосын Перизат сұрайды: осы жерде, осы Байқоңырда кімді сен уважать етесің, осыны кім істей алады деп ойлайсың дегенде, почему-то менің ойыма Сейфулла Ажмолдаев деген кісі ойыма түседі. Неге? Өйткені мен ол кісі туралы өте керемет нәрселер еститін тұғымын. Ол кісі соғысқа қатысқан, ол кісінің үлкен бизнесі бар. Ол кісі осы Байқоңыр қаласында көптеген халыққа жұмыс беріп отқан кісінің бірі. Ол кісі ораза ұстайтын кісі. Ол кісі көптеген благотворительностьке қатысатын кісі. Енді жүрегі кең, рухани дамыған кісі деп, мен бұл бизнесті ер адам ғой, бірінші сол кісіге барайықшы деймін. Өйткені біз ол кісінің девятка жақта, біз ол кісінің базасын арендаға алып біз жұмыс жасағанбыз. Как раз мен айттым, біз бизнесті жасадық, бәрі сол базада болған нәрсе. Өте берекелі, өте семьясы керемет кісілер. Мен ол кісілерді, мысалы, мен қатыспаймын ол кісілермен, бірақ мен жақсы білемді, өте құрметтеймін. Қоқан-соқаны жоқ, жаңағы ішіп жүріп, ләйліп жүрттер сияқты, жаңағы ақшасы бар қазақтар кафеде ләйліп жүрмей ма? Ол кісінің репутациясы вообще керемет кісі. Сол репутациясы керемет кісіні осындай керемет дүниені мен бөлісейін деп, мен бірінші қыздарды сол кісіге алып барам. Ол кісінің секретаршысы менің подругам Марина деген істейді. Сол Маринаға звондаймын да, ағай іштеме деп сұраймын. Ол айтады: я қазір 15 минуттан кейін келеді дейді. Мен айтам, менде коммерческий предложение, бір деловой встреча бар еді, мені жазып қойшы деп. Сөйтіп кіріп Сейфулла ағайға айтамыз. Сейфулла ағай 15 минут тыңдайды. 15 минут тыңдайды да, сол момент сол жерде жазылады. Компания туралы мен еш нәрсе білмеймін. Сол моментте маған $50 түскен кезде менің жүрегім жарылып кете сақтайды. Айтайын ба? Неге екен? Потому что мен көптеген сетевой бизнестарды тыңдадым, бірақ біреуінде жұмыс жасаған жоқпын. Бұл жерде любой сетевой бизнеста ана жоғарыда, сен оны қалай жетесің, кіммен жетесің, білмейсің. Жоғарыда машина, яхта, там вилла, пәленбай $1 миллион айтады. Мынандай 2 адам алып келсең болды деп айтады. Ол ар жағында қиыншылықтарын айтпайды. Ал бұл жерде маған ұнағаны, сен қазір контракты жасадың, қазір сен подписка жасадың ба, компания саған мә деп $50 береді. Понимаете? Сосын маған ұнағаны, бұл жерде лицензиясы ұнады. Біз жаңағыдай, біз компанияның, инкрузистің уже готовый бизнесін, какой-то бір клочогын алып, өзімізге реферальный ссылка алып, біз соны халыққа, біз реферальный ссылка сатамыз, біз халыққа лицензия сатамыз, понимаете? Біз круиз сатпаймыз, біз лицензия сатамыз, бизнес жасақсы келген. Мен соны түсіндім. Мен айтып отырмын, мен 20 жыл стажым бар, неден, торговый сферада, мен супервайзермін, мен көптеген торговыйларды тәрбиелеген, мен көптеген жаңағы адам істей алмайтын контрактілерді жасаған адаммын. Мен практикпін. Мен қанша халықпен сөйлесетін адам, мен қанша халықтың тілін тапқан адаммын. Мен бұл жерде лицензияны көрген кезде
естіген кезінде мен деймін, мына жерде керемет ақша, $50 түсті ма, біттім ғой, мен біттім. Бұл жерде ақша бар екен сендім. Менің мақсатым салған 115 мыңымды, мен кредитімнің ақшасын салып жібердім ғой инкрузиске. Мен енді 10 күннен кейін кредит жабуым керекпін. 13 числода, даже 7 күнде. Менің мақсатым 7 күнде салған ақшамды шығарып алу керек болды. Бұл менің жауапкершілігім деп білдім өзіме. Мен жаңағы не бар ғой, ойбай, не болып жатыр, просрочка болып жатыр дейді ғой, для меня это катастрофа, просрочка деген. Сөйттім да, сол 3 күннің ішінде мен 5 адамымды жаздым. 5 адамымды жаздым, маған 5 адамым келді. $350 алдым да, мен салған кредитім ақшасын жауып жібердім да, енді маған 300 мың теңге ақша керек болды. Мен қыздарға айттым, мен не істеймін дедім. Маған ақша керек деп едім. Шақырған адамдарына көмектесіп, бірге жұмыс жасайсың деді. Аузым берік, 2 жұмыста жұмыс жасаймын. Кешкі сағат 9:30-да аузым жоқ болғаннан кейін Гүлмира келді, 3 күн жүрді. Ол кісі ол кезде мұғалім тұғын. 4 адам жаздық 3 күннің ішінде. Гүлмиралар қайтып кетті. Перизат 5-ші адам болып Гербалаев Айгүл Неғылд жазылды. Қасында Жұлдыз бар, 3-ші партнер болып тіркелген, менің бірге кезінде біз жұмыс жасағамыз. Сол Жұлдыз менің сертификатым шығарып алып жүгіріп жүр ғой, ойбай, анандай керемет, 2400 лизок деген бесплатно сертификат алды. Давайте. И представляете, вот этот волнаны біз жасадық керемет қылып. Енді қараңыздар, сіздер дейді ғой, трудись и молись дейді. Молиться надо обязательно. Өйткені әрбір шағыңа Алла тағаладан сұрау керек. Әрбір шақты Алла тағала беру керек бізге. Но мысалы сіздің қарныңыз ашады, үйіңізде продукты бар, тамақ жегіңіз келеді. Тамақ өзінен өзі істелмейді ғой, қарны өзінен өзі тоймайды. Сіз сол қарнды тойдырту үшін сіз жуа турайсыз, ет турайсыз, оны қуырасыз, құясыз, тамақ жасайсыз. Дәл осындай бизнесте любой жерде действие керек. Действие болмайынша сіздерде результат болмайды. Енді бәрін айтып, бірін айт, бизнесті жасай бастадым. Бірден бір айдан кейін жұмыстан шығып кеттім. Бірден. Жаңағы руководящий должностьта жұмыс істедім. Бастығыма айттым, Марина, маған 1 жыл академический бер дедім. Мен мына бизнестен керемет мүмкіндік күтіп тұрмын. Мен бұл өкіметтің жұмысында жүріп, мен еш уақытта өзімнің деттегеніме, мен мысалы Алматыдан, Астанадан квартира алғым келеді, мен мұны ала алмаймын дедім. Мен даже алған күнде де 20-30 жылға ипотекаға алып, мен оның енді құтылған кезде мен бармын ба, жоқпын ба, мен нешеге келем, оның бәрі белгісіз болады дедім. Сондықтан мен осы инкрузисте осындай жетістіктерге жетемін деп, мен негізі бұл бизнеске ақшаға келдім. 1 ай өтті, 2 ай өтті, уже маған сұрақ қоя бастады. Біздің продукция путешествие болғаннан кейін біз саяхатты айтамыз. Бірақ мен бизнесте еш уақытта мен 80% бизнесті айтам да, 20% саяхатты айтам. Неге? Өткен мен өзім барып келген жоқпын. Мен өзім ол путешествияны мен қызыққан жоқпын. Сосын мысалы біреу айтады, мен бірінші барып келейін, сосын адам жинайым дейді. Сіз барып келсеңізде адам жинай алмайсыз. Вы мне поверьте, пока сіз компанияны полностью маркетинг планды білмейінше, сіз біреуге айтып жатқан кезде, ой, қойшы ол лохотрон десе, сіздің аузыңызға құм құйылады ғой, правильно же? Құм құйылады. Сондықтан сіз еш нәрсе айта алмайсыз. Почему? Потому что сіз информация 0 миыңызда, инкрузис туралы еш нәрсе білмейсіз. Ол білу үшін сіз не істеу керексіз? Сіз жақын адамдарыңыздан бастайсыз. Мен сіздерге айтайын, менің бір бауырым, мен даже туған бала мені поддержка жасаған жоқ, менің коллективім поддержка жасаған жоқ, менің достарымның біреуі кірген жоқ, менің көршілерім кірген жоқ, менің ешкімім кірген жоқ, мен кілең сырттағы холодный контакт, былай 50% танитын адамдармен жұмыс жасадым. Неге? Өйткені енді мен даже круизға барып кетсем де, менің туысқандарым, менің бауырларым маған поддержка жасаған жоқ. Понимаете? Сондықтан да сіздер миларыңыздан алып тастаңыздар. Круизға барып қайтқаннан кейін мен істеймін дегенді алып тастаңыздар. Сіздер бір подписка жасасаңыздар, сол $50 мен сіздер жетістікке жете аласыздар. Бірінші $50 түсті ма, көрсетіңіз, ұялмаңыз. Ақшаның бар екенін әрбір адамға жеткізе біліңіз. Понимаете? Енді қараңыз, не айтайын деп отыр едім? Енді айтайын десем әңгіме
көп, сылтау сіздерде өте көп, адам кірмейді деген өтірік. Сіз әрбір адамға айтқанда, әрбір адамның есігін бүйтіп қаққанда, сіздердің миларыңызда білесіз бе не тұру керек? Мен бұл кісіге үйіне баға келе жатырмын. Мен бұл кісінің үйіне үлкен жетістік әкеле жатырмын деп есік қағыңыз. Білесіздер ма неге? Өйткені көбісі ананы ананы кіргізіп алу керек еді, ананы бүйтіп алу керек еді. Ана сіздің ойыңызда біреуді вербовать етіп, біреуді гипнозитировать етіп, біреуді алдап соқтап, главный анаған тығып алу сіздің ойларыңызда тұрса, адамдарыңыз дәл сөйтіп сізден қашып тұрады. Понимаете? Мен мысалы круизге барып келдім ғой, барып келгеннен кейін мен басқа өмірдің бар екенін түсіндім. Естіп отырсыздар ма, партнерлар? Оказывается, өмірде ақша емес екен. Ол круизге барып келгеннен кейін қазір мен рухани өсіп жатырмын, өзімді дамытып жатырмын, қазір даже саяхатта емес. Қазір үлкен осы инкруиз маған көптеген нәрсеге көзімді ашып жатыр. Және де үлкен жетістіктер, үлкен миллиондар тек заслуженный адамға береді. Еңбектенген адамға береді. Действительно еңбектенген мысли материальный дейді. Оның бәрі, ол методикада жұмыс жасау керек. Сіздер постоянно позитивте ойлау керексіздер. Бірақ позитивті ойлап, расслабиться етіп жатуға да болмайды. Сізге подностың ішіне салып, ешкім еш нәрсені әкеп бермейді. Сондықтан да құрметті партнерлар, неше минут болды мен өзімнің кіріп сөйлеп атқаныма? Әлі уақыт бар екен ғой. Құрметті партнерлар, тым тырсыз қалды ғой. Бірдеңе сұрақ па, бірдеңе қоя берсеңіздерші. Құрметті партнерлар, сондықтан да мен сіздерге айтайын, сылтау деген көп, коронавирус, пандемия, жаңағы кризис, бірдеңе, сірдеңе, оның бәрі өтірік нәрсе. Понимаете? Сіздерге вообще-то өздеріңіздің алдарыңызда, егер сіздің өзіңіздің мақсатыңыз болмаса, сіз біреудің мақсатына жұмыс жасайсыз. Егер сізде цель болмаса, сіздің тапқан ақшаларыңызға біреу цель қоя бастайды. Понимаете? Сосын любой қонағыңыз бар ма? Мүмкін мөлдір? Сондықтан да біреулер айтады, енді кіремі, пока бізде партнерлар ғой, Хорошо. Айта беріңіздер, сіздерге ешқандай бұл жерде зат сатпайсыздар, Сіздерге только инструмент, обязательно қолдарыңызға отрывной блокнот болу керек. Отрывной блокнот. Жазып алыңыздар. Обязательно. Маркетинг планды 100% білу керек. Сосын өзіңіздің историяңыз жоқ па? Бір-екі адамның историясын зерттеп, біздің лидерлардың сол историяны өзіңіздің историяңыз сияқты жүрекпен айтыңыз. Пока сіздер компанияға ғашық болып жақсы көрмейінше, сіздер жетістікке жете алмайсыздар. Сосын бұл жерде жауапкершілік деген болады. Мен ең бірінші өзімнің партнерларыммен жұмыс жасадым. Жылжим деген адамдармен мен бірге жылжыдым. Мен бармайым, ішінде қыздар шықты, көре алмайған қыздар шықты, жамандаған қыздар шықты, анау алып атыр, мынау алмай атыр деген қыздар шықты. Ондай адамдар любой жерде болады. Ол кісілерге қарамайсыз, дәлше кете беріңіздер. Жаңа мен видео басында қойдым ғой, видеоклип. Дәл сол біздің команда жинағандағы менің историям десем де болады. Мен бұл мультфильмді постоянно өзім көріп отырам. Неге? Өткені мен бір өзім осы компания келіп бастаған кезімде жаймен единомышленниктер ере бастады. Жаңа бірінші Сейфулла дедім ғой, екінші мен Мензифа ханымға келіп айттым. Ол кісіні мен өте, біз жұмыс бабымен өте жиі кездесетін тұғымыз. Барып келдім бе балам? Жиі кездесетін тұғымыз. Для меня этот человек был авторитетом.
Мен бұл кісіге келіп осылай айтқанда ол кісі мені арқамнан қағып жіберді. Бірақ мен қатты осы кісі менің командамда болса екен, осындай кісілермен жұмыс жасасам екен деп тілеп едім. Ол кісі де келді. Ол кісі еще келгені былай тұрсын, ол кісі директор болды. Ол кісі круизға барып қайт. Ол кісі командасын адамдарды круизға шығарайын деп жатыр. Енді мына пандемия болып қалды. Әйтпесе болмаса мен осы кезде уже 5-6 круизға шығып тастайтын уақытым болды. Қазір керемет менің круиздарым жиналып жатыр. Декабрьде мен өзімнің анама, ұлыма, өзіме бір круиз бронь жасап қойдым. Командадан 17 адам барамыз Арабский Эмиратқа, Құдай қаласа. Қазір мына нелер белгілі болып жатса, мен сентябрь, октябрь, ноябрь тағы 3 круиз броньдағым келіп тұр. Өйткені бізде девиз бар, біздің жұмысымыз сіз саяхатқа шығып, сол арқылы ақша табасыз деген не бар, бізде ұран бар. Сондықтан да мен әр круизға шыққан сайын мен ранг жабатыныма мен сенімдімін. Сондықтан да құрметті партнерлар, сіздерге айтатындарым, егер сіздердің қарыздарыңыз болып $100 салуға қимасаңыздар, бұл компанияны сіз басқа біреуге қалай айтасыз? Өзіңіздің артыңызда қарызыңыз бар, өзіңіз ақша сала алмай отырсыз, еще сіз ол компания туралы қалай айтасыз? Понимаете? Сондықтан, Мәке, саламатсыз ба? Өте керемет партнерлардың бірі біздің Мейізгүл ханым. Бұл кісі уже шотында $2600 круизный доллары бар. Жолдасы 2 және 3 баласына бронь жасағысы келіп отыр. Алдағы уақытта Құдай қаласа сол сізге саяхат нәсіп етсін. Обязательно бұл компанияға жүрекпен сенген адам өздері саяхатқа шығады. Өйткені саяхатқа да, мен сіздерге айтайын, благородный адамдар шығады. Понимаете? Просто так адам шықпайды. Просто так адам даже оны принимать етпейді. Мен әлі күнге дейін жатсам да тұрсам да Перизатқа өте үлкен рахметімді айтамын. Бала-шағаң рахатын көр деп айтамын. Өйткені Перизат менімен керемет дүниені бөлісті. Менде өте көп қиын кездерде болды, қиыншылықтар да болды. Морально да шаршайсың. Бұл жерде физически вообще шаршамайсың, бұл жерде шаршайсың. Неше түрлі адаммен кездесетін, неше түрлі негатив айтады. Бірінші кезде ашуланатын тұғым, содан кейін күлетін болдым. Күлгенде ол адамдардың сауатсыздығына күлмеймін. Жалпы храм деп отқан адамдарыңызды ертең біреу алып кетеді. Зависать етіп жатыр дейсіздер ма? Так, интернет нормально. Тез сөйлеп жатқан жоқпын ба? Так, енді қалай болып тұр? Алтынкүл Құрақбаева ханым, өте кеш келдіңіз. Біраз әңгіме айтып тастадық. Біздің Алтынкүл апайдың да өзі инкрузиске кіруі үлкен бір историясы бар. Лидерлар негізі тәттілеп, шаршатып кіреді. Менің артымнан Перизат 8 ай, 9 айдай жүгірді. Сондықтан да менің лидерларым да сол уақытта келеді деп ойлаймын. Айгүл 9 айдан кейін келді осы компанияда жұмыс жасап жатқаныма. Мен әлде де қазір өте мықты деген лидерлармен уже 1 жылдай болды жұмыс жасап жатырмын. Енді Құдай қаласа, Алланың бәрі Алланың қолында ғой. Алла қалай нәсіп етеді, солай болады деп ойлаймын. Әлі менің тоқтап қалып жатыр дей ма? Газиз, интернет тоқтап жатыр дейді. Жұмыс жасап жатыр ма? Болды ма? Енді мен сіздерге айтайын, компанияның кереметтілігі соншалықты. Біздің Майкл Хатчсон өте духовный, просветленный кісі. Бұл кісі аварияға түскен кезде, бір өлімнен қалған кезде, тірі қалған кезде өзіне не берген, уәде берген. Мен осы тірі қалсам, мен халыққа қызмет жасаймын. Менің осы өмірде миссиям болады деп, бұл миссиясы бүкіл әлемді тегін немесе 50% жеңілдікпен саяхатқа шығару. Сол миссияның ішінде сіздерде барсыздар. Әрбір нәрсе
просто так в жизни не бывает. Мен бұны постоянно айтам. Кездейсоқтық жағдай өмірде еш уақытта болмайды. Сіздер инкрузиске келдіңіздер ма, значит сіздің маңдайларыңызға жазылған. Понимаете? Сондықтан да қолдарыңызға берген бақты ұшырып алмай, әрбір негатив айтатын адамдардың сөзіне ермей, белді бекем буып, сіздер қазір инкрузис компаниясына жұмыс жасауға кірісу керек. Өйткені компанияның 50 жылға вперед видениясы жазылып қойған. Вы представляете, Майкл Хатчсон бұл бизнесті өзінің немересіне по наследству қалдырғысы келеді. Бізде де сіз аккаунтыңызды по наследству өзіңіздің балдарыңызға қалдыруға болады. Ол екі. Путешествие всегда будет актуальным. Почему? Потому что біздер қазірше бізде қазір бәрі кризис, анау болмайды кризис ешқандай. Неге? Өйткені халық уже әдемі өмірге үйренді, халық бәрібір әдемі өмір сүреді. Жаңа қойдың үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман демей ма, я? Дәл сондай заман. Мен мысалы кеше қарап отырсам 2018 жыл, осы революция, репрессия басталған жылдар, ашаршылық, одан кейін соғыс, сол кездегі біздің ата-әжелеріміз қандай нелерден өткен. Жаңа өте қиын қыстаулардан өткен. Бізде шүкір қазір өте кереметпіз. Егер сіздер осы компаниямен бірге болам десеңіздер, сіздер, пожалуйста, қазір барлықтарыңыз жоқ дегенде өздеріңізге цель қойыңыздар. Осы айда мен бір адам тіркеуім керекпін. Мен неужели осы жасқа келіп, мен бір адам тіркей алмаймын? Неужели менің бір адамға сөзім жүрмейді деп? Жүреді сөздеріңіз. Сіздер осы жерге келдіңіздер ма? Значит, сіздер Алла тағаланың қалауымен, Алла тағаланың маңдайына жазылғанда, сіздерге маңдайларыңызға жазылған, сіз сол үшін келіп отырсыз. Кездейсоқтық жағдай болмайды еш уақытта, түсінесіздер ма? Сондықтан соны ары қарай сіз алып кетіп, дамытып, мәпелеп, сіз жаңа өзіңізді, мысалы, инкрузис сіздің балапаныңыз ба? Балапаныңыз далаға тастап кетпейсіз ғой, бірінші сіз фундамент құйыңыз, понимаете? 80% фундаментін құйыңызшы, кейін расслабуха жасап 20% на плаву жұмыс жасауыңызға да болады, мен сияқты. Бірақ фундаментті бірінші кезде сіз обязательно құю керексіздер. Спонсорға сенбеңіздер, спонсорға арқа не қылмаңыздар, спонсорға тек қана рахмет айттыңыздар, сізбен осындай керемет дүниені бөліскені үшін. Және технический вопростар болған кезде, мысалы, менің білмей атқан нәрсемді мен Гүлмираға звондаймын. Гүлмира, мынандай бірдеңе болып жатыр, сондай болғанда қалай болады? Неге? Өйткені бұл компанияға Гүлмира менен уже 2 жыл бұрын келген, Гүлмираның опыты более көп, сондықтан сондай кезде сұраймын. Нұргүлге звондаймын, документацияның көбісін мен Айнұрға звондаймын, Боранбаева, маркетинг ход жақтарымен Гүлмираға звондаймын. Сөйтіп біз бір-бірімізден обмен опыт аламыз. Сіздерге наставник только обмен опытқа керек, ал сіз өзіңізге жауапкершілік бірінші алу керексіз. Сіз дұрыс істей алмадыңыз ба, сіздің артыңызда адам, значит, сіз дұрыс емессіз. Сіз, значит, өзіңізді дамытыңыз. Бізде инкрузисте өте керемет мықты обучениялар болып жатыр. Мен сіздерге Давлатовты жібердім. Обязательно Давлатовтың полностью жіберген сабағын көріңіздер. Біз бұны сатып алдық, бірақ мен өзімнің командаммен тегін бөлісіп жатырмын. Әрбір берген информациямды чатқа мен не жіберем? Убедительная просьба, бәрін қараңыздар. Мен просто так спам жібермеймін. Мен өзім бірінші оны көріп алам. Менің көңілімнен шықса, мынау бір адамға көмектесетін болса, мен сол кезде жіберем. Ал былайынша мен керек емес дүнияны жібермеймін. Сондықтан да әрбір нәрсені көріңіздер да, бірақ әрбір нәрседен бір нәрсе болса да сізді цеплять ететін бірдеңе тауып аласыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан жоба деген керемет маркетинг планынан неограниченный ширинамен төменгі неограниченный глубинада ақша бар дейді ғой, сол ақшаның бәрі мына мен алдым. Ол рас, өтірік нәрсе емес. Құдайға шүкір, мен өкіметтен бір тиыр нәрсе алмағамын. Шафия ханым, былай ғой, любой Алла тағала бір нәрсе беретін кезде Алла тағала сізді сынайды.
Мен 2018-де ауырғаным, мен Алла тағаланың сынағынан өткен шығармын деп ойлаймын. Мен сол кезде мүмкін қусырып, күнде жылап, қайғырып жатсам, мен аурудың үстіне ауру жамап, мен мүмкін осы кезде мен даже болмас едім. Сол кезде мен Алладан тіледім, Алла тағала маған тек қана маған өмір берші, мен ұлымды үйлендіруім керекпін, мен ұлыма үй алып беруім керекпін, мен ұлымды үлкен дәрежеге жеткізуім керекпін, сол үшін маған өмір берші деп мен Алладан тіледім. Мен тілеп отырып жатпадым, мен әрекет жасадым, мен действия жасадым, мен іздендім, мен іштім, мен голодовка, мен емделдім, голодовать еттім, мен 4 күн, 5 күн тек қана сумен өмір сүрген кездерім болды. Мен өзім өте қомағай адаммын, тәтті тамақтарды жақсы көремін. Мен ойлаймын, чтобы бірдеңе алу үшін сіз обязательно бірдеңе беру керексіз взамен. Мен айтып отырмын ғой, позитивный кинолар көре бастадым, мен өмірді зерттей бастадым, мен тренингтерден өте бастадым, мен ауырып жатырмын деген жоқпын. Сол моментте мені білет докторларым, врачтар неге жіберді жаңағы, хотя больницаға жатып система, мен ауырған кезде бір түйір система алған жоқпын, мен бір түйір аптеканың дәрісін ішкен жоқпын, мен просто чисто анализдерімді ай сайын тапсырып тұрдым. Мен Құдайға шүкір онкомаркерларын бәрін түсірдім. Бұның бәрі кейін білдім, бұл оказывается тоже обидадан болады екен. Я судың да сұрауы бар, дұрыс айтасың. Сондықтан да әр нәрсе сізге беретін кезде, Шафия ханым, сіз үлкен ақшалар келетін кезде, даже просто сіз бірдеңе беру керексіз. Мысалы, Гүлмира ханымда кеше өзінің керемет историясын айтты. Бұл кісі бізбен, менің лидерім, менің наставнигім, бұл кісі бізді Европаға алып шықты, балдақпен жүріп, представляете, я? Мүмкін мен сол кезде Гүлмираға қарап ойлаймын да, Алла тағала бәрімізге бір сынақтан өткізіп бір нәрсені береді, я? Мысалы, біреу мен қасымда бір партнерім кредит алып барды, мысалы, ше. Ол да сынақ. Представляете? Мысалы, Гүлмира балдақпен барды. Оның алдында, егер Гүлмира жігері мықты қыз болмаса, сол кезде ойбай, мен балдақпен жатыр, мен шынып жатыр, мен бір жерде қалып қоям деп, ол круизға бармас бет. Видите, Гүлмираның сынақтан сүрінбей өтіп, емделіп, миына өзініңше программировать етіп, мен күштімін, мен барам, менің артымда командам бар, мен өзінің жауапкершілігімен балдақпен неге барды, жаңа уже Европада балдағын лақтырып тастап, дискотекада жүрді ғой біздің Гүлмира. Айтып отырмын ғой, сол әрбір адам бірінші сынақтан өту керек. Мысалы, кеше біздің қазалы партнерлары апрельде бронь жасады, ол кісілерге әпижүптеу барайын деп отқан кезде мынандай коронавирус басталып қалды. Мүмкін бұл кісілерге де сондай сынақ шығар. Бұлар ары қарай осыған төтеп бере ме, әлде жаңағы біз жақсы көреміз ғой біреуден ошибка іздеп, біреуді кінәлауды, мүмкін сондай бір не қылама. Енді бұл жерде әрбір адамға Алла тағала өзіндік бір сынақ береді. Соны біз түсіне білуіміз керекпіз. Біз кәдімгі кроссворд шешкен сияқты әрбір знақты қабылдап, жүрекпен тыңдай білуіміз керекпіз. Кей кезде біз шыдамай айтып тастаймыз. Айтып тастаған кезде біз ойлаймыз, біз умныймыз, біз деген битке айтып тастаймыз деп ойлаймыз. Бірақ ол дұрыс емес екен. Мен қазір өзім тәрбиелеп жатырмын. Оказывается, любой жерде бірінші өзіңнің ойыңнан, сараңнан өткізуің керек екенсің. Сосын анализ жасауың керек екенсің. Сосын адамның бәрі бірде көңіліне қарап сөйлеу керек екенбіз біз. Просто так менікі дұрыс деп айтып, ляп етіп, жұртты ренжітіп, өзіңді ренжітіп, өзіңе жаман толқындар тартып, ол керек емес. Сондықтан да Шафия ханым, мүмкін бұл да сіздің бір сынақтарыңыздың бірі болған шығар. Әрдайым Алла тағала сіздерге жеңіл сынақтар берсін, ауыр сынақтар бермесін, ауыр қылып сынамасын.
енді қараңыз, мен инкрузис туралы айтайын. Инкрузиске сіз бар болғаны 100, мысалы қанша, $195 мен айтайық, мен как курсты білмеймін, $195 деген көп ақша емес, бір 80-90 мың теңге дейік. Сіз бір жылға франшиза аласыз. Мысалы сіз магазин ашқан кезде сіз любой бір, мысалы спиртнойға лицензия алмаймыз ба, мысалы бір жылға алады, 300-400 мыңға алады. Еще оған біз бар болғаны 80 мың теңгеге алып, соны 12 жылға бөлсек, бір 4 мың теңге ма сондай болады, 6 мың теңге ма білмеймін. Біз 6 мың теңгеге кәдімгідей бір жер пұл төлегендей болайықшы. Жер пұл төлейік бір киоск алып. Дәл сондай расход болды. Сіз бір айда шақырасыз ба, 1,5 айда шақырасыз ба, 10 күнде шақырасыз ба, 1 сағатта шақырасыз ба, ол сіздің еркіңіз. Бірақ негізі бұл бизнесті скоростьпен жасау керек. Мен әрбір келетін партнерларға, сіздердің келетін партнерларыңызға, сіздер скоростьпен жасатып результат көрсете біліңіз. Когда адам результат көреді, адам результат көреді, сол кезде жұмыс жасай бастайды. Мысалы, біреулер айтады, ой, ананы бекер жаздым, анау жұмыс істемей жатыр, анау негатив айтып жатыр, анау өйтіп жатыр. Поверьте мне, 8 ай, 9 айдан кейін де қайттан оянып, мен жұмыс жасағым келіп жатыр, ләззат, мен жұмыс жасағым келіп жатыр, мен істеуім керек деген партнерлар бар менде. 9 айдан кейін, 10 айдан кейін адам жазып жатқандар бар. Біздің Алия Рысқалиева 10 ай бір түйір адам жаза алмаған. Біздің топ лидеріміз Салтанат Шаймарданованың прямой личнигі, қазіргі таңда интернациональный директор, оның кісінің айлығы $15,000, қанша круизға бар, өзінің материалдық жағдайларын шешті. Осы инкрузиске кіргенде бір бөлме үйде тұратын тұғын дейді. 3-4 баласы бар, соған үстінен аттап, инкрузисті айтқанда, Салтанат, ненің инкрузисі менің жағдайымды көріп жатсын ба, мен қандай положенияда екенімді деп көрсеткен кезде, жоқ, бұл керемет бизнес, мен осы бизнесті бастап жатым, бірақ мен именно сенмен бірге бастағым келеді. Почему? Потому что мен ертең звезда болып кеткенде, сенің артта қалып қойғаныңды қаламаймын деп, бірге жұмыс істеп, сосын ол кісі командный игрок болған. Бір түйір командасында 10 ай адам болмаса да, Салтанаттың почти 10 қолы болған. Бүкіл Салтанаттың жұмысын, жаңағы саппорттың жұмысын, оплата, бір проблема болса, бүкіл чатты жүргізген командный игрок болған кісі. Қазіргі таңда ол кісінің командасында мықты, мыңдаған керемет лидерлар бар. Сондықтан да партнерлар, осы келдіңіздер ма? Сіздер чаттарыңызды кладбище қылып отырсыздар. Даже спонсорларыңыз жасса да жауап бергілеріңіз келмейді. Ол сіздер спонсорды игнорировать етіп жатқан жоқсыздар. Сіздер өздеріңіз адам көп болады, ол сізге қарайтын уақыты да болмайды. Сондықтан да сіз уақыттарыңызды құр жіберіп алмай, осы кезде бірге қозғалып, бірге жүрсеңіздер, бірге жетесіздер жетістіктерге. Мысалы, менің бүгін ең алғашқы директорым Гүлмира ханым шығу керек еді эфирге. Ол кісі бір жағдайлармен, бір уважительный причинамен шыға алмай қалды. Құдай қаласа эфирларды күнде жүргізіп тұрамыз. Мен енді жаңа не қылып жатырмын, фокусироваться етіп жатырмын жұмысқа. Құдай қаласа коронавирус осы ертең 15-ні пойызға билеттер сатылады дейді. 1 июньнен бастап пойыздар жүреді дейді. Жақсы нәрсені тілей беріңіздер. Бүгіннен бастап, кстати, тақ күндері, бүгін қадір түні деп есептеулеріңізге болады. Дұғаларыңызды айтып жатыңыздар, дәреттеріңізді алып жатыңыздар, жаңағы бүкіл дұғаларыңызды айтыңыздар. 3 минуттан кейін уақыт бітеді дейді. Мен оны қалай сохранить етем? Өзінен өзі сохранить етеді шығар, Ғазиз! Ғазиз! Бұны мен білмеймін ғой қалай сақтайтынымды. Ал, құрметті партнерлар, эфир қалай шықты, обратный связь күтем, тоқтамай сөйледім деп ойлаймын. Мен сенге... Шафиған, мен Байқоңырда деп естідім, менмен срочно хабарласыңыз, екеуміз кездесуіміз керекпіз. Күнде сығалап әнемне дегенше, одан отырып бірге план құрып, болашақта қалай болатынын бірге план жасайық. Қалай сохранить етем, 2 минут, 1 минут қалды дейді. Или шығама өзі? Еще, да? Так.
Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Мен сіздерді жақсы көрем. Керемет компанияда жүргендеріңізге күмән келтірмеңіздер. Сіздер барлықтарыңыз Алла тағаланың қалауымен келген жансыздар. Сондықтан да бұл бизнесті бірге жасайық. Ұйықтап қалмаңыздар. Әр адам өзінің мақсаты үшін, өзінің арманы үшін келді. Сондықтан соны сатпаңыздар. Постоянно өздеріңізге жауапкершіліктері мықты болсын. Қалғаны Құдай жеткереді. Сау саламатта болыңыздар. Жоқ болып кетеді оны басса. Неге? Қазір өзі шықпай ма бірдеңе болып? Завершить күн шығады ғой. Шығатын кезде поделиться деп тұрады дейді. Өзі біткен кезде ма? Бастан болады ғой. Жоқ. Өзі автоматически қоя ма или завершитті басайын ба? Жаным айтқанын келсін дейді Мезгүл Кенбаева. Шит басқан ғой, күнделіктік сақталмай қалды ғой. Соңында шығады ғой. Міне, осталось. Завершить бассайын. Вы что совершить прямой эфир? Завершить видео.